Барлығыңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге хит торттардың бірі радужный торт, яғни қазақша кемпір қосақ түсімен әрленген торттың рецептімен бөліскім келеді. Торт өте биік болып шығады, ерекше әдемі болып шығады. Балалар бұл тортты сүйіп жейді. Сіздерге бұл рецепт ұнайды деген ойдамын. Міндетті түрде менің рецептіммен дайындап көріңіздер. Өте нәзік болып шығады. Ең алдымен ыдысқа жұмсақ сары май саламыз. Сары май бөлме температурасында болу керек. Оның үстіне қант салдым. Енді жақсылап миксермен араластырамыз. Шамамен 3 минуттай араластыруымыз қажет. Біздің қантымыз кішкене болсын еруі керек. Содан соң бір-бірлеп жұмыртқаны саламыз. Тағы да жақсылап миксермен 2 минуттай араластырамыз. Содан соң үстіне сүт құямыз. Сүттің температурасы маңызды емес. Тағы да жақсылап 1 минуттай араластырамыз. Ал енді електегі ұнға қопсытқыш қосып, осы електің ішінде араластырамыз да. Ұнды бірнеше бөлікке бөліп, мысалға мен 3-ке бөліп, осылай салып араластырдым. Егер ұнның барлығын бірден салатын болсаңыздар, онда сіздің қамырларыңыз дұрыс көтерілмей қалуы мүмкін, және де олай араластыру өте қиын болады. Сол себептен де бөліп салған жақсы ұнды. Сол кезде өте жақсы біркелкі қамыр шығады. Біздің қамырымыз дайын, ал енді осы қамырды біз бірнеше бөлікке бөлуіміз қажет. Әрбір бөлігін әртүрлі түске бояймыз. Өзіңіздің қалауыңызша 7 түске бояуға болады, 7 түрлі. Мен 5 түрлі түске бояймын, сол себептен де 5-ке бөлдім. Әрбір жаңағы бөлігі шамамен 250 граммдай шықты қамыры. Содан соң осындай бізге құрғақ пищевой краситель немесе гелевый краситель қажет. Мен екеуін де пайдаланамын. Қазір қалай пайдалану керектігі жөнінде көрсетемін. Яғни осылай видеода көрсетілгендей кішкене ғана бөлігін, яғни пышақтың ұшымен ғана осылай құрғақ красительді біз саламыз. Жақсылап жоғарыдан төмен қарай араластырамыз. Бізде осылай жаңағы түске енеді. Барлығын осылай бөлек-бөлек істеп шығамыз. Және де ең басты ескеретін нәрсе, әр қайсысына бөлек қасық немесе осындай силиконды күрекше қолдануларыңыз қажет. Бір-бірлеріне араластырмаңыздар, сонда түстері жақсы шығады. Міне ең бірінші коржды мен пісіріп аламын. Диаметрін 18 сантиметр қылып жасадым. 16 жаңағы сантиметрлік диаметрде жасауға болады. Осылай формаға саламыз. 180 градуста шамамен 20 минуттай пісіреміз. Міндетті түрде біздің пешіміз қызып тұру керек. Мінеке біздің корждарымыз осылай пісті. Піскендігін ағаш таяқшамен тексеріп алыңыздар, құрғақ болып шығу керек. Мен бір күн бұрын корждарды пісіріп, пищевой пленкамен орап, тоңазытқышқа салып қойған болатынмын. Енді тортымызды жинаймыз. Ол үшін ең алдымен кремін жасау керек. Мен пломбир кремін пайдаланам. Оны рецепті менің каналымда бар. Төменге сілтемесін қалдырамын. Осылай кілегейді жақсылап езіп алғаннан кейін қаймақ қосамыз. Оның үстіне аздан қантты қосып отырып, миксермен жақсылап араластырамыз. Пломбир кремі өте жақсы үйлеседі, басқа да кремдер де жақсы үйлеседі. Төменге сілтемелерін қалдырамын. Кремнің түрлері менің каналымда өте көп. Қантты осылай салып, кішкене қоюлануы керек. Қоюланғанша еземіз, және де осылай сүзбелі ірімшік саламыз, яғни творожный сыр саламыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Бұл пломбир кремнің дәмі балмұздаққа ұқсайды. Өте дәмді, үйлесті, маған қатты ұнады. Мінеке біздің креміміз дайын болды. Формасын өте жақсы ұстайды. Жалпы формасын жақсы ұстайтын крем өте жақсы үйлеседі бұл тортқа. Енді осыны кондитерлік қапшыққа саламын. Сосын біз өзіміздің тортымызды жинайтын боламыз. Мен арнайы осылай торт жинауға арналған кольцода жинаймын. Сол кезде тортым түп-түзу болып шығады. Бірақ бұл міндетті емес әрине. Кондитерлік қапшықты да қолдану міндетті емес. Қасықпен де жаға беруге болады. Осылай әдемі қылып тортымызды түзу қылып жинауға тырысамыз. Тортымыз биік болып шығады. Өйткені оның диаметрі бізде жаңағы 18-16 диаметрлік болды. Кішкентай диаметрлік болды. Сол себептен де биік болып шығады, бірақ өте әдемі болады. Диаметрін үлкейтсеңіздер де болады. Онда торттарыңыз орташа
жаңағы биіктікте болады. Біз тортымызды жинап болдық, енді бетін әдемілеуге кірісеміз. Ол үшін қалған кремді 4 бөлікке бөлеміз де әрқайсысына жаңағы қызыл, сары, жасыл, көк түстен красительді, яғни бояғышты салып шығамыз. Әрқайсысына бөлек-бөлек қасықпен араластырып шығамыз. Содан соң әдемілетіп, қазір біз оформлениесін жасайтын боламыз. Енді әрқайсысын міндетті түрде бөлек-бөлек кондитерлік қапшыққа салу қажет, немесе целлофанға салсаңыздар да болады. Қазір біз оны торттың бетін әсемдеуге жағатын боламыз. Қараңыздар, біз жаңа креммен тортымызды жағып шықтық. Содан соң сыртын әрлеуге арналған кремді дайындап жатырғанша тоңазытқышқа қойып қойдым. Оған шамамен 30 минуттай кетті. Ал енді осы жаңағы кремдерді дайындап болған соң осылай бетін жаңағы әсемдейтін боламыз. Мен қызғылт түсті кремді ең бірінші жағам, бетіне және жанына жағамыз. Ал кейін сары түс, одан соң жасыл, одан соң ең соңында көк түсті пайдаланатын боламыз. Бөлек-бөлек жағып, ең соңында біз осындай шпательмен әрлеп түзеулейтін боламыз. Міне тортымыз осындай болып шығады. Енді бетіне өзіңіздің қалаған жазуыңызды жазуға болады. Бұл туған күнге арналған торт болған соң, мен осылай әдемі қылып шоколадпен есімді жаздым. Шоколадты жай ғана осы кондитерлік қапшыққа салып, ыстық суға салып қойдым. Кондитерлік қапшықтың ішіне, яғни шоколад салдым, содан соң ыстық суға салып қойдым. Ол шоколад еріді, қайшымен басын кесіп, осылай жазу жаздым. Оның да менің каналымда видео сабағы бар. Міндетті түрде қараңыздар, сіздерге төменге сілтемесін қалдырамын. Жалпы торттың оформлениесі өзіңіздің фантазияңызға қарай. Тіпті сыртқы жағын әртүрлі түспен әсемдемей-ақ, жай ғана ақпен, яғни ақ креммен жаңағы жауып қойсаңыздар да болады. Мен сияқты осылай жеміс-жидектермен әсемдесеңіздер де болады. Немесе үстіне әдемі безі, түрлі түсті кремдермен жаңағы гүлдер жасап істеуге де болады. Менше өте әдемі шығады жеміс-жидектермен, осылай әсемдедім. Торт өте керемет әдемі болып шыққан сияқты. Мінеки біздің тортымыз дайын, керемет әдемі болып шықты, өте ерекше болды. Қазір бірге кесіп, дәмін көретін боламыз. Корждары өте нәзік болып шықты, жұп-жұмсақ кесіліп жатыр. Маған сеніңіздер, бұл торттың кремі шын мәнісінде жұп-жұмсақ болып шықты. Шынымды айтайын, бұл торттың корждары негізі қызыл бархат тортының рецептісіне негізделіп жасалған. Жұп-жұмсақ болып шығады. Сол себептен де еш уайымсыз, ойламай пісіре беруге сіздерге толықтай кеңес етемін. Өте тәтті, өте әдемі болып шығады. Өте керемет торт.